Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының Қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 31 бөлім. Күріш суы. Күрішке қарағанда күріш суының пайдасы мол. Мінсіз келбет, күш-қуат, сау тері, күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді. Артериялық қысымды ретке келтіреді және оба ауруының алдын алады. Онымен қатар оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкі етіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. 1 стакан суға 1 ас қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа түсінің бұлдырлауына мүмкіндік беріңіз. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. 1 аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Видео ұнаған болса, арнамызға пікір қалдырып, лайк басып, келесі видеоларды өткізіп алмау үшін арнамызға тіркеліп қойыңыз.